Сәлем достар, сіздермен бүгін медовый торт жасаймыз. Ол үшін алдымен ыстық отымызда балымызды ертіп аламыз. Еріген балдың үстіне бір қасық содамызды салып араластырамыз. Осылай ақ болып көпіру керек. Үстіне сары майымызды қосып тағы да араластырып, отымызды сөндіреміз. Қоспаларымызды суытып аламыз да, оны бір ыдысқа құйып аламыз. Суыған балдың үстіне қант, 3 жұмыртқа қосып араластырып аламыз. Осының үстіне қопсытқышымызбен ұнымызды араластырып қосамыз. Барлығын жақсылап миксердің көмегімен араластырып аламыз. Қамырымыз осындай бір келкі, осындай жұмсақ әрі сұйық болу керек. Пергамент қағазымызды дайындап аламыз. Қамырымызды 5 немесе 7 бөлікке бөліп алуға болады. 5-тен төмен бөлсеңіздер, онда біздің қамырымыз қалың болып кетеді. Осылай жұқа етіп, спатуланың көмегімен жағып шығамыз. Әр коржды асты-үсті режимде 4-5 минутпен пісіреміз. Қамырларымыз өте нәзік және жұмсақ болып піседі. Әрбір корждың арасына начинканы сливочный креммен жағуға болады, немесе сгущенка, немесе қаймақпен қантты араластырып та жағуға болады. Әркім өз қалауына, өзіне қалай ұнайды, солай жағып шықсаңыздар болады. Торттың сыртын корждардың шетіндегі крошкалармен қаптап шығуға болады. Сіздермен болған Мадина Кәркенқызы. Каналыма лайк басып, тіркеліп кетулеріңізді сұраймын. Ас болсын!